2024 жылы Ішкі істер министрінің бастамасымен есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті құрылды. Бұл ұсынысты мемлекет басшысы қолдады. Республикалық нашақорлыққа қарсы штабтың мәртебесі премьер-министрдің деңгейіне дейін көтерілді. Қабылданған шаралардың арқасында біз маңызды нәтижелерге қол жеткіздік. Бүгінде есірткі қылмысына қарсы күрес мемлекеттік деңгейде 2026-2028 жылдарға арналған 3 жылдық кешенді жоспар аясында жүргізілуде. Алғаш рет есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу жөніндегі кеңес құрылды. Оның құрамына медиа саласының танымал өкілдері, атақты спортшылар, дін және мәдениет қайраткерлері, қоғам қайраткерлері енгізілді. Осындай кеңес еліміздің барлық өңірлерінде жұмыс істейді. Комитет заңнаманы жетілдіруден бастап цифрлық технологияларды дамытуға дейін барлық бағытта жүйелі жұмыс жүргізуде.